Дін қатардағы адамға өз ішкі рухани балансын сақтау үшін қажет. Ал ол дін молдаларға күн көріс көзі. Жөйттерге халықты басқарудың қаруы. Өткендегі Бұхара діни медресенің ұстаздарының көпшілігі солардан болған. Ватикан шіркеулеріндегі бачабоздық ауруы бұларға да тән. Сәдреддин Айни Махтумкүлі және басқалардың неліктен медреседен кеткенін, кейбіреулерінің соңынан атеизмді қабылдап діншілдерге қарсы болғанын да ойлап көріңдер. Қытай халқының 90%, ақш-тың 60%, Еуропаның 50-ден астам пайызы атеист екені де неліктен? Қазақтардың да 50-60% атеист тәңіршілер. Ақиқат материализм жағында. Тәңіршілік ата-бабамыздан қалған мирастық әдет-ғұрып. Біздердегі өлген адамның 7-сі, 40-ы, жыласы, уақыты-уақытымен еске алу астарын ұйымдастыру, ағашты аршаны жасату, өлген адамның мал-мүлкін бірінші кезекте өз туыстарына тарату, тағыстарының бәрі де түркі ата-бабаларымыздан қалған. Және оны ислам өз әдет-ғұрпына қосуға шешім қабылдаған. Көзі тірісінде Ясауидің де арабтардың ғұламаларының кезектегі координациялық жиынында Қорасанда жергілікті әдет-ғұрыптарды аяқ тіреп қорғаштағаны да бекер емес. Сонда Ясауи сол комиссияда қатысушылардың барлығына осыған ризамын дегізіп, қол қойдырып, протокол түздірген екен. Сол протокол түркмендердің белсенділігінің арқасында Қорасанның өлкетану музейінде осы күнге дейін сақталулы тұр. Шоқындырылған татарлар, шуаштар, аз санды Сібір түркілері 1990 жылдан бері бәріміз де тәңіршілікке қайтайық деп мені үгіттеп келген. Бірақ мен ешкімге де қосылмадым. Әке-шешелеріміз діншіл адамдар еді. Ғылыми техникалық дамудың нәтижесінде дүниетанымымыз өзгереді. Ал барлық дін тарихта өркениетке қарсы болып келген. Себебі оларға әрқашанда тек топас құлдар ғана керек.